Ол күйсе еді нағыз ер, сөзі мен ісі бір. Арыждан таза адал еді, жаны еді нұр. Білімдеді көреген ақылы теңіз, абыройы асқақ еді, биік еді кез. Тыңда, бауырым, тыңда. Дәулеті болса, ешқашан сараңдық етпеді. Байлықты құрметтеді, бірақ қолдық етпеді. Қолы ашық, жомарт еді, барын бөлісті. Аш жалаңаш қалдырмады, жанына ертіс. Дәл егер жоқшылық болса, қызғанбады ешкімді. Өзгелердің бақытына қуанды, сүйсінді. Байлығы да, жоқтығы да өзгерпес ешқашан. Ол ер еді намысты, арлы еді бас ұрған. Ол нағыз баба, ол біздің мақтаныш. Өзгеге де құрметпен қарады, бұл нағыз асыл. Табиғатты аялады, жануарды баптады. Өзгенің затын қадірлеп, ар ұятты сақтады. Ерлік пен ақыл, мейірім мен парасат. Осындай ерлер болған, ұмытпа ұрпа. Батыл еді жүрегі түзу, қорықпаған еш нәрседен. Бірақ жұмсақ еді сөзі, шықпаған дау өз жерден. Өзгенің жетістігін көрсе, қызғанбады, қуанды. Өзгенің мал мүлкін көрсе, көзі қысқа болмады. Басқаның ақысын жемеді, әділдікті ту етті. Жат жерде де, өз елінде де бәріне де тең етті. Сыйлады бәрін кім болса да, қай ұлттан. Адамдығы биік еді, асқақтаған таудан. Қазір қайда ондай ерлер, қайда сол тектілік? Бізге керек осындай рух, керек сол ерлік. Оның жолын жалғайық бауырым, кел. Осындай адам болу ең үлкен өнер, ең үлкен өнер. Баба, тектілік, адалдық, оның рухы бізбен бірге.